Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сабақтың тақырыбы тел қара. Сабақтың мақсаты тірек сөздер, жетекші сұрақтар, мәтін тақырыбы арқылы негізгі ойды анықтау, ауызша мәтіндер құрауда хабарлы сөйлемдердің интонациялық ерекшелігін ескеріп айту. Бірінші тапсырма мәтінмен танысасыңдар, яғни мәтінді тыңдаңдар. Қалашылар келеді. Анау абай ғой, айналайын, апасына айтайыншы, деді бір қартаң әйел. Бәсе, телғара ғой, жаным-ау, мынау телғара, әпкеме айтайыншы деп тағы бір жас әйел жеңге де үлкен үйге қарай ұмтылысқан. Сағынған баласының келер мөлшерін байтас кеткеннен бері шешесі Ұлжан да есептеп осы күнге ұйғарып жүреді. Кезек өз шешесіне келгенде ол сүйген жоқ. Қатты бір қысып бауырына басып тұрды да маңдайынан иіскеді. Абайдың әкесіндегі тартымды салқындық шешесіне де көптен бергі мінез болған. Бала осыдан арғыны күтпеуші еді. Бірақ бауырына басқанның өзінде де Абайдың жүрегін қатты соқтырған аса бір өзгеше жақындық білінеді. Ана құшағы Ұлжан көп ұстаған жоқ. Әжене бар әнеки, деп үлкен үйдің алдында қарай бұрып жіберді. Кәрі әжесі Зере бәйбіше таяғына сүйеніп ұрсып тұр екен. Жаман немене, маған бұрын келмей әкене кеттің-ау, жаман немене дей беріп, қасына құшағына немересі барғанда, жаман неменен артынан лезде қарашағым, қоңыр қозым, Абай жаным деп кемсіндеп жылауға айналып кетті. Оқушылар, енді осы тыңдалған мәтін бойынша бірінші тапсырма мәтіннен тірек сөздерді атаңыз. Яғни 5 тірек сөздер. По прослушанному тексту, ребята, определите 5 ключевых слов. Келесі тапсырма, сұрақтарға жауап береміз. Ребята, отвечаем на вопросы по прослушанному тексту. Мәтінде қаладан келген кім? В тексте кто приехал с города? Абайды қалай атаған? Как называли Абая? Абайдың анасы қалай қарсы алды? Мәтіннен тауып оқыңыз. Как встретила Абая мама? Найдите это из текста, прочитайте. Анасы Ұлжан Абайды кімге жіберді? Мать Ұлжан к кому направила Абая? Әжесі Зере Абайды қалай еркелетті? Как бабушка Зере любила, ласкала Абая? Мәтіннің негізгі ойын анықтаңыз. Определите основную мысль текста. Жақсы балалар, сұрақтарға жауап бердіңіздер деп үміттенемін. Хорошо, ребят. Я надеюсь, что вы все правильно ответили на данные вопросы. Келесі тапсырма, мәтін мазмұны бойынша шағын мәтін құрастырып айтыңыз. По содержанию текста составьте маленький мини-текст. Опирайтесь на ключевые слова, ребята. Қаладан келді, приехал с города, қарсы алды, встретили, баласын сағынды, соскучилась по сыну, әжесінің қарсы алуы, встреча бабушки. Опираясь на эти ключевые слова, ребята, составьте мини-рассказ, мини-текст по прослушанному тексту и попробуйте рассказать. Жақсы балалар, үйге тапсырма жазып алыңдар. 17-ші бетте 7-ші тапсырма жазбаша орындап келесіңдер. Ребята, на следующий урок запишите задание домашнее на странице 17, упражнение 7, письменно выполнить. Төмендегі жоспарға сүйене отырып, асыл әжемнің тақырыбында
эссе жазыңдар. Опираясь на план, который предоставлен ниже, написать эссе на тему «Асыл әжем». Обратите внимание на план. Әже – отбасының ұйытқысы. Бабушка – основа семьи. Әже тәрбиесі, воспитание бабушки. Әжемнің ертегілері, сказки бабушки. Жақсы балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.